Баршаңызға ассалаумағалейкум. Жылқылардың ішінің жүрмей қалуы, іш қату яғни, немесе ішектің түйілуі, немесе бұралуы көптеген себептерге байланысты болады. Малды аунауты кезінде, малды дұрыс күтіп баптамағаннан, дұрыс емес тамақтандырғаннан, немесе мал үркеген кезде. Одан қалса, іште ішек құрттардың көп болуының әсерінен ішек бітеліп қалады. Хемостаз немесе капростаз деп аталады. Хемостаз дегеніміз аш ішектің бітелуі немесе бұралуы, капростаз дегеніміз тоқ ішектің бітелуі немесе бұралуы. Сол кезде жылқыларға ламекам препаратын тамырдан 3 мл 100 кг тірі салмақ есептеп салады. Бұл препарат қабынуға қарсы ауырсынуды басады, яғни жылқыны успокоить етеді. Сосын міндетті түрде жылы суға араластырып, натрий сульфат, яғни глаубер тұзын жылқыларға 300 пен 500 грамм аралығында ертіп ішкіземіз. Сосын жылқыны тынымсыз қозғалтамыз, жүргіземіз. Егер де қажет болса, бұл терапияны 2 сағаттан кейін қайталауға болады. Егер де ламекам препарат сіздерде болмаса, оның орнына құрамы қарапайым аналгин, ветрогин препаратын қолдануға болады. Ветрогин препараты да тоже қабынуға қарсы ауырсынуды басуда жақсы өзін көрсеткен препарат. Есімім Дәулет, мынау біздің ветаптеканың мекен-жайы. Инстаграм парақшасына жазылып қарап отырсаңыздар да болады.